Алматыға алғаш келгенде тұратын жерің болмай, мешітте түнеген кездерің болған екен. Весновканың бойында талай таңда атырдық қой, одан кейін Никольский парк дейді ғой, сол жерде бір-екі күн қонып кеткен кездерім болды. Манқа рөліне сені Баян Мақсатқызы сені ұнатпаған рас па? Маған не айтса да, қандай сын айтса да жүре берем. Не туралы ойлайсың көбіне ашуланған кезде? Сексуализм. Жырдан саған дайрекке қыздар көп жаза ма хат? Айжан айырады ғой. Айжан қызғанған уақытта қалай шешесіңдер дәл осы кішігірім проблеманы? Через постель. Ойнайды. Сәлем достар, бұл кездесу студияда Наргиз Ибрагим және мен Жандәурен Мәди. Баршаңызға сәлем. Бүгінгі кездесудің қонағы театр және кино актері Шерхан Пірназар. Қош келдің, Шерхан! Туған күніңмен, брат. Негізі бір салмақты бастап кеткен сияқтымыз, иә? Не? Білмеймін, саған қарасам бір сондай бір салмақты әңгіме айткым келеді екен. Иә, бүгін қандай көңіл күймен келдің? Триллер, комедия, боевик па, әлде... Экшн көңіл күймен келдім. Барлығы тамаша, барлығы керемет. Азында ұйқыдан тұрып, жұмысқа барып, сіздер шақыратын уақытқа дейін бір-екі жұмыстармен айналысып, бірден осы жерге келдім ғой. Көңіл күй тамаша. Біз қуанып отырмыз сіздің келгеніңізге. Иә, Шерхан, бірақ бар ғой, бір маска киіп алған сияқты болып қалдың аз ғана. Мен ба? Иә. Неге? Негізі өмірде маска киесің ба? Көбіне қандай образда жүресің? Көңіл күй өте позитивті жүрем. Көңіл күй сондай, постоянно. Андай бір маска киюде ондай. Жан дүниеңнен солай шыға ма, позитивте жүру, әлде қоғам талап ете ма соны? Басқаша мүмкін сені қабылдай алмайтын шығар. Не үшін қоғам талап етеді? Жоқ. Мәселе ол жаңағы қоғам болсын, басқа болсын, мен адамдардың бір ойбай бір ұнау үшін, бір жағыну үшін, немесе қытығына тию үшін бір маска киіп, олардың бір әдейі бір шағып сөйлеу онда жоқ. Адамның көңіл күйі өзіне байланысты ғой негізі. Сондықтан әрине, эмоцияны бастасуға да болады. Ол эмоцияны бастасаң, көңіл күйсіз жүретін болсаң, сен кімге керексің? Сен көңіл күйің күшті болғаны, жаман болғаны біреуге бір қызық емес қой. Мен әр адам өз үшін өмір сүреді деп ойлаймын. Мен де солардың қатарынан. Сондықтан бір ойбай бір маска кию, бір болмаса бір қалай айтсам болады, өзімнің ішкі жан дүниемді жасырып, бір болады ғой, бүгін мен осындай образбен жүрейінші деп ондай жоқ. Қалай бар, солай. Енді Шерхан, бізде кездесуде соңғы рет деген айдар бар. Соңғы рет айдарында сізге бірнеше сұрақ қоямыз. Сол сұраққа нақты, дұрыс жауап берсеңіз, шын жауап берсеңіз. Жауап берейін. Ал бастайық. Шерхан соңғы рет қашан жылады? Жылады. Өткенде бір 2-3 апта болды. Бір айға жетпеді әлі. Әжем есіме түсіп кетті. Өзім әжем баласым ғой, енді әжем есіме түсіп, әжем көз тірі кезінде мүмкін Алматыға алдырып алып, менімен бірге тұратын бе деген сияқты сондай бір ой болды. Болады ғой бір әжеге деген сағыныштан туған көз жас. Иә, әжеге деген сағыныштан туған көз жас. Әжем есіме түсіп кетіп, сөйтіп, одан кейін папам туған інісі осы Алматы қаласында жүр, қазір жұмыс бабымен. Сол әжең бар болған кезде балаларына емес, осы немересі Шерхан сенің қолыңа келіп тұратын бет деп сөйтіп айтып қалды да, сол сәтте ғой енді еске түскені. Сосын бір еріксіз, енді бір жылағанда қалай енді көзіңе жас келеді ғой енді, бір андай ол көзіңе келген жасты ешкімді көрсетпейсің, өзіңмен өзің қалғанда ғана бүйтіп шығарып аласың. Сосын жай. Сондай болды. Жақсы, ары қарай. Соңғы рет қашан өтірік айтты Шерхан Пірназар? Өтірік айтты дейсің ба? Түнде ғана, түнде ма? Бір жерге бір дос бала попросит еткен. Енді мен үйдің жалғыз баласым ғой енді. Сыртқа шықсам да басқа жаққа кетсем де. Анам бірден қайда бара жатсың дейді да. Жаңағы дәл сол ситуацияны айта алмайсың да енді. Айтатын не болады, айтпайтын не болады. Сонымен Қуаныш деген досым жаңағы семейный бір проблема болып қалып, соған барып күлдім деп өтірік айта салдым. Түнде ғана ол. Шерхан соңғы рет қашан қатты ұялды? Ұялды. Аруназдың несіне шыққан кезде ұялдым ба? Подиумға ма? Иә, подиумға. Бәрі бөлек екен ана жақ. Мен қызыма бола енді согласие бердім ғой енді. Содан кейін пока енді басында
нормально көңіл күймен жүрдім да, бір кезде уже қазір болады ғой, бір басталады не осындай уақытта 5 минуттан басталып дайын отырыңдар дегенде. Ана подиумның бір шагы примерно бір 10 метр ма сондай болады, 15 метр болуы мүмкін әрекет етсе. Шығып қалып ана жерде бүкіл адам маған қараған сезіндім да. Анау 10 метр шаг мен үшін кәдімгі 1000 метр болды ғой, жете алмай келатырмын ғой ана жерде. Тезірек қатты ұялып кеттім сол жерде. Бірақ сенімді жүрдің, біз көрдік барлығымыз. Енді ішің алай-дүлей болып жатады ғой ол жерде, енді сол кезде қатты ұялдым. Анаған жете алмаймын, кәдімгі тез жетсем екен деп. Жоқ, енді жаңа модельдер сияқты болып жүруден ұялдың ба? Қысылдым қатты. Анау өткен дискомфорт болды да, енді ондай дүниеге бірінші рет шығып жатқаннан кейін, бірінші рет аяқ басқаннан кейін енді маған бір кішкене жатырқадым. Ол нені жалпы атмосфераны. Есесіне қызың бақытты болып, әкем подиумға шықты деп. Иә, қуанды. Жақсы болды. Соңғы рет қашан өзіңді шын бақытты сезіндің? Бақытты сезіндім. Енді күнде бақытты сезінуге тырысасың ғой. Бала-шағаң аман, денің сау, отбасың отбасың енді тыныш, енді сондықтан бауырларым аман, ағайын туысқандардың барлығы ден сау, күнде енді қаталмасып тұрмасақ та, енді ара тұра енді бір қуаныш сәттерде енді бір хабарласып тұратын моменттер болады. Сол кезде енді өзіңді бір Аллаға шүкір бір бақытты сезінесің. Одан кейін енді осындай. Соңғы рет Шерхан қашан алданып қалды? Алданып қалды, соңғы рет дейсің ба? Так. Жиі алданады сияқтысың ба? Мен өзім сенгіш адаммын ғой. Ішіп қойса күліп қояды деймін. Күліп қойса ішіп қояды деймін. Сондай білмеймін. Соңғы рет қашан алданды? Ұсталарға алданып қалдым. Осы жақында ұялып үйге ремонт жасаған ба? Сонымен бәрін қатырамын деп өзіммен бір жобада жүрдім да. Бәрін қатырамын, кілтті маған тастап кете берді. Сөйтсем, анау ішіндеген кәдімгі өз білгенше істеген ғой. Енді күнде барып тұратын уақыт болмады да менде. Сөйтсем, ана кафелді былай жабыстырған, ананы былай жабыстырған, ақылдаспай. Еще ана видеосын көзелсең, де сөйлейді да, жай сөйлей. Өзінің табиғаты сондай да, ұстаның ше. Сонымен соған алданып қалдым, сонымен ақшасын алды да тайды үстінде, ладно, құрсыншы, неғылмай қояйын деп. Қазір енді жөндеу жұмыстары сол қалпы. Қайтадан басқа адам іздеп, сонымен сол жаңағы минус бар жерлерде. Екінші рет шығынданып жатсың. Иә, екінші рет сол кезде қатты алданып қалдым. Құтты болсын. Рахмет. Жаңа үй ма? Иә, сол қайда отырсың өзінің үйіне. Шерхан соңғы рет қашан қарыз ақша сұрады? Қарыз ақша сұрады? Так. Бір жыл бұрын шығар. Екі жыл болған шығар. Бір сұрағанда енді көрген адамнан сұрай бермексің. Определенно өзім жалғыз досым бар. Қуаныш деген. Содан ғана сұраймын, бұл басқа ешкімді сұрамаймын. Керімқұлов па? Басқа ма? Иә. Мен де қарызға ақша сұраймын. Бейсеғалиев. Кім деші мен өзім группаласым. Кім ақша беретін? Студент кезден бірге келеді қа. Жақсы. Шерхан соңғы рет қашан ашуланды? Ашуланды. Сол кезде жаңа ұсталарға алданып қалған кезде ашуландым. Неге олай деп ше. Негізі олай ашуға тез берілесің ба? Ашуға тез берілесің ба? Иә, енді өзім эмоцияң адам болғаннан кейін, бірақ енді барынша енді қолдан келгенше тежеп отырамын. Ана тез жанып кетемін да, бірақ қайтуым тез. Не туралы ойлайсың көбіне ашуланған кезде? Сексуализм. Осымен соңғы рет Айдары аяқталды. Шерхан, жалпы өнерде жүргеніңе сенің біраз жылдар болды. Негізі сен бірден осылай Шерхан Пірназар болып кеткен жоқсың. Ол әрбір жалпы осы өнерге келген адам ретінде басында шынымен қиын болады негізі. Сенің өзіңнің бір өмір тарихыңа үңілетін болсақ, Алматыға алғаш келгенде тұратын жерің болмай, мешітте түнеген кездерің болған екен. Ол әрбір Алматыға келген адамның басында болатын бір оқиға деп ойлаймын. Енді 10 адамның енді бір 2-3-еуінде болатын шығар, енді көпке топырақ шашпай қояйын. Студенттік кез нағыз қайтып келмейтін шақ, ол студенттік кездердің бірі ғой. Ол балалығыңда өтті, шалалығыңда өтті, не істесең де бәрі жарысады. Ол 98 бен 2000 жылдар арасында. 2012 мен 2016 жылдар аралығында Алматыға ең алғаш келгенде, жалпы мен 2013 жылы Алматыға келгем. Сол кезде Алматының тауларын көріп,
мен тауларына ғашық болып құлағанмын негізі, табиғатын, ауа райын көріп. Ол кезде мен әскери военный оқуға тапсырамын деп келдім да, сонымен белгілі бір себептерге байланысты түспейтін болғаннан кейін, сонымен Қызылорда қайтып кетіп қалып, Қызылорда жүріп, сыныптастардың барлығы Алматыда, Астанада деген сияқты. Соның Қызылорда жалғыз осы 2-3 класстасым бар, постоянно сол бірге кездесіп тұрамыз. Қалған балалардың бәрі Алматы, Астанада оқиды. Қой мен деген мен Алматыға қайтып барам деп Қызылорда оқып жатқан оқу орнымды өзім соңына дейін бітірмей шығып кеттім. Өз еркіммен заявление жазып, сонымен шығып Алматыға қайтып келіп, сонымен академияға тапсырдым. Сол сәтте енді Алматыда біздің енді бір туысқандарымыз жоқ, бір дальний туысқандарымыз бар енді, ол дальний болғаннан кейін бірден келіп ойбай, қалайсың, Жандарбек Намазов, жағдайыңыз қалай? Мен келдім, мен деп айта алмай соң бірден ыңғайсыз ғой енді. Оған подход керек. Алыс туысқан. Алыс туысқан, тем более енді күнде бір бет көрісіп жүрсең жарасады да енді. Алматыға келдім, чотам деген сияқты. Сонымен басында бір-екі күн сол кісілер туысқандарым үйінде тұрдым да, содан кейін жас болғаннан кейін кішкене енді академия тапсырып жатқаннан кейін бір уақытта кіріп шыға алмайсың да үйіне. Азында кетесің, сонымен түнгі 3-4-те бірақ келесің. Сонымен ыңғайсыз ғой енді, тарс. Сонымен қой құрсын онда бөлек не қылайын деп, сонымен мешітке барып, сон Бақытжан деген группаласымен сол жақта жүріп, сонымен Құрманғазының бойында жастар деген ЖК бар, МАК дейді оны, театрдың артында. Соның шатырына қонып, сонда бір Алматыны көрсем күшті, 21 ма 23 ма ғой. Соның жоғары жағына шығып, тамсанып, сол жерде тамсанып, сол қиялға еліп беріп ұйықтап қаламыз сол жерде. Ойда дым жоқ кездер ғой. Сөйтіп, Весновканың бойында талай таңда атырдық қой, одан кейін Никольский парк дейді, сол жерде бір-екі күн қонып кеткен кездерім болды. Бірақ іште андай болады ғой, бір күші, бір шыдаш, бәрі жақсы болады, шыда деп өзім анау енді темпераментті адам болғаннан кейін мен бір жерде не қылмаймын ше, көп жүре алмаймын. Андай 2-3 жерде жұмыс істеу керек деген сияқты, енді көштен қалмау керек қой. Қазіргі заманда сен аузыңа келіп тамақ бермейді ғой. Сол секілді өзің выживать ету керек та, тем более Алматы, менің ойымша, бір көрінген адамды қабылдай бермейді. Менің әйтпесе сыныптастарым да болды, келген Қызылорданың бір-екі туысқандардың таныс тамырларында болды, Алматыға келіп жұмыс істеймін деп. Бірақ почему-то неге екенін білмеймін, бір ай ғана жүреді да, мен что-то Алматы маған жақпады дейді да, кетіп қалады. Мен бір 4-5 адамнан байқадым. Соған қарағанда, может, ойлаймын, Алматы ол қабылдайтын адамды қабылдайды, қабылдамайтын адамды жай ғана, может, бір қиналсаң өзің кетіп қаласың ғой негізі. Тем более баспана болмаса, тұрақты жер болмаса, тұрақты жұмысың болмаса, қиын ғой, әбіржіп кетесің ғой. Енді үйден кіріп, үйден шықпағаннан кейін сол секілді ойлаймын, енді Алматы енді көрінген адамды қабылдай бермей ма деп, менің ойымша. Қабылдағанына қуаныштымыз. Бүгін дәл осы студияда отырсың. Кездесу арнасына жазылып, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Енді Шерхан, сен мысалы Рауза, Сакураға дейін бірнеше рөлді ойнадың. Бірақ сенің жұлдызыңды жаққан дәл осы сериал мен фильм, иә? Бірақ дәл осы Маңқа рөліне сені қабылдау кішкене қиынырақ болған екен. Және Баян Мақсатқызы сені ұнатпаған рас па? Басында, иә, енді Баян Мақсатқызына дейін енді кастинг директор деген бар ғой. Сол кастинг директорлар кішкене не қылып, что-то түрі няшка ғой мынау деген. Кішкене антагонистқа келмейді ғой деп, сондай әңгімелер болды. Ал Маңқаның рөліне қалай дайындалдың? Дайындалдың? Андай бір адамдар зерттеп, ауыздағы бір братандарды еске түсіріп. Қазір интернет дамып кетті ғой. Кез келген дүниені жазасың, қазір мысалы ChatGPT-дің өзі осындай образды неғым келеді десең де, мысалы өзінің вариантын шығарып береді. Оған дейін жаңа YouTube желісіне жазасың, осындай жаңа кейіпкерлерді жазасың, осындай бандиттарды жазасың, олардың биографиясын оқисың, и соның ішінен әйтеуір бір көзге түсетін бір персонаждар болады, соның қылықтарын аласың. Мысалы, анау YouTube-та бар Косой Қайрат деген ағамыздың жаңағы неде телефонмен сөйлескен, Маңқа, қақтас не деп жаңағы соның несі ұнап қалды да маған, сөйлеген сөзі ше. Содан шығып тұқты ана кәдімгідей кезінде жүрген мықты бір ағаларымыздың бір екен. Иә, бір екен. Жаңағы YouTube астында комментарий жазсаң да шығарып береді. Біз деген комментарийді сразу қарайсың ғой деген. Бірден комментарийден жазудың алдымызға жан салмаймыз ғой. Соны қарап отырып, сөйтіп сонымен зерттеп, кезінде болған екен осындай кісі деп, соның жаңағы сөйлеген сөзін алып қалды да, кәдімгідей Маңқа,
не болды кәдімгі сөйлейді да, сонымен сразу сол жақтан алып, сонда не болды, одан кейін жаңағы тиктар кішкене бүйтіп не қосасың, дергін бүйтіп не қосасың деген сияқты, сонымен әр неден зерттеп бір шыққан персонаж ғой негізі. Қазір Шерхан Пірназардың өзі түскен сүйікті фильмін анықтаймыз. Мен сол жақта қатысқан фильмдер. Иә, сен түскен фильмдер. Немесе сериал. Ал бастайық онда. Джохан ба әлде біз екеуміз бе? Біз екеуміз. Біз екеуміз бе әлде НВП ағай ма? НВП ағай. НВП ағай ма әлде Бозторғай ма? Бозторғай. Бозторғай ма әлде Гәп пе? Бозторғай. Бозторғай ма әлде кімге керексің бе? Бозторғай. Бозторғай ма әлде Бажа ма? Бажа. Бажа ма әлде Рауза ма? Так. Рауза. Рауза ма әлде Sakura It's My Life па? Sakura It's My Life. Sakura It's My Life па әлде Дышағай ма? Дышағай, конечно. Яғни Шерхан Пірназар ойнайтын және өзі түсірген Дышы ағай сериалы Шерханның түскен үздік фильмі және сериалы осы. Әрине. Енді өзінің продуктың болғаннан кейін ол жақсы болсын, жаман болсын, по-любому ыстық қой. Қазір қаралымы қалай, жақсы болып жатыр? Жақсы, Аллаға шүкір. Қазір алғашқы сериясы бір 600 мыңнан асты. Тамаша. Иә, қаралым жағынан. Жалпы актер ретінде саған төленетін гонорарға көңілің тола ма? Енді жалпы суммаға келгенде кез келген адамның көңілі толмайды ғой негізі. Цифрға Айта аласың шамамен? Ең Енді- көп осы уақытқа дейін сен алған гонорар. Гонорар ма? Ең Шамамен. шарабет 6 миллион. Бір күн 6 миллион. Жоғи. 6 миллион. Бір жобадан. Бір жобаға 6 миллион теңге аласың. Ең көп. 6-7 болады примерно ең көп жоба. Ең көбі қай фильмнен, сериалдан oldu? Гәптен. Гәптен. Жақсы. Шерхан, бізде хейтерден хат деген Айдар бар. Аха. Яғни сенің инстаграмыңа немесе YouTube арнаңа келген бір тыңдарманның, оқырманның, көрерменнің хейтін саған оқып береміз. Сен сол кісіге дәл осы камераға қарап тұрып жауап берсең. Жақсы. Былай дейді, Оралбаева 1976. Кино қарауға да жиіркенішті. Жақшаның ішіне, бірақ толық вообще қараған жоқпын дейді. Жиіркенішті сияқты отрывкаларын қараған едім, ужас, қазақтың ең сорлы, ең бейшара тұстарын көрсеткен деп ойлаймын. Бұл киноны шетел көрсе, қазақтар қандай дегенде осындай бейшара жағымды көретін шығар деймін. Бұл менің өз ойым. Бірақ актер вроде симпатичный сияқты, образ ужас екен дейді. Тух. Енді образға баға бергеніңізге мыңда бір рахмет, бірақ енді киноны көрмей жатып енді ол қорытындылағаныңыз енді кішкене көңілге толмайды енді. Жалпы бірдеңе айту үшін сол дүниені соңына қарап барып вывод шығару керек қой. Қазіргі кезде оның соңына дейін бармайсың да, ойыңа келгенді айтасың, оның соңы күшті шығарғақтан берсе енді Рауза енді көпшіліктің көрермен, жалпы көпшіліктің көңілінен шыққан туындылардың бірі ғой. Сол себепті әрине енді ол кез келген адамның өзінің талғамы бар ғой. Сізде вариант бар ғой, таңдау бар сізде. Наны істеуге болады, наны істеуге болмайды, наны көруге болады, наны көруге болмайды деген сияқты. Сондықтан алдағы уақытта осы таңдаудан қателеспеңіз деп тағы да мен сізге бір кеңес беріп қояйын. Өйткені сондай. Рахмет. Дұрыс па, дұрыс не? Дұрыс. Жалпы Шерхан, өнерде саған айтылған ең есте қалған сын, сосын мақтау. Кімнен? Енді екі түрлі адамнан шығар, бірақ болады ғой, алдыңғы жаңағы. Аға әпкелерімізден, иә. Енді күшті ойнайсың. Қарау деген фильм болды бір кездері, бір осыдан 10 жыл бұрын ба, 15 жыл бұрын ба, біздің Ержан Түсіпов деген ағамыз бас кейіпкерді сомдаған, оның режиссері Жанна Исабаева деген ханым. Сол кісімен біз Тағдыр деген фильм түсірдік. Ол Тағдыр деген не ғой, более авторский фильм ғой. Авторлы жаңа фестивальдерге көрсетіледі. Иә, оның көптеген шетелдерде бір номинация алып келді. Сол Жанна ханым айтқан, сен қазақтың бұйырса Алям Делон боласың деп. Сондай бір баға берді. Шерхан, бұл мақтау? Сын. Сын бар. Сын айтты. Сын. Енді так.
тіке айтқан жоқ, бір естіп қаламын енді бір сындарды, ой осындай ғой деген сияқты. Сондықтан мен қайта қуанамын, мен жайлы бірдеңе айтса, жақсы сөздер айтса да, жаман сөздер айтса да мен қуанамын. Жақсы сөздер айтса да, жаман сөздер айтса да, екеуіне эмоцияны бірдей. Басында болатын еді негізі, мен жайлы неге өйтіп айтты, мен ондай емеспін ғой деген сияқты басында болды кәдімгідей. Өз-өзін бір жегідей жеп, мен барып айтқым келеді, не үшін деп айттың деген сияқты. Сондықтан зачем мен энергиямды құртып, ойдым басқа жаққа бұрып, негативный ойлап, айтса айта берсін. Қайта маған күшті болды. Ол замандасың ба әлде үлкен кісімен? Замандастың арасында да бар, үлкендерде де бар, кішілерде де бар. Сондықтан мен көңілім бәріне бірдей. Маған не айтса да, қандай сын айтса да жүре берем. Қайта мен жайлы осында айтып отыр, мен күшті, маған ол күшті мотивация береді. Мен қайта наоборот жігерленемін, айтса екен деймін. Өйткені мен олар жайлы неге айтпаймын? Значит, мен бір олар жайлы айтатын, мен бір уақытым жоқ деген сияқты. Білмеймін, өзім сөйтіп не қоямын ғой. Енді Шерхан, актерлар бір амплуа дейміз ғой, яғни бір образды, бір рөлді сомдайтын ғана актер болып қалудан қорқады. Сен сондай актер болып қалудан, сондай актер болып қалмас үшін не істеп жүрсің? Енді не істегенде ізденесің ғой. Әйтеуір бір ана жоба, мына образ, ана кейіпкерге ұқсап қалмаса екен, мынаған ұқсап қалмаса екен деген сияқты. Енді қандай жағдай болса да алдын алуға тырысасың енді. Может, кейде кеше енді гап деген жобада кішкене салмақ қостым деген сияқты, бір мұрт қостым деген сияқты. Әйтеуір қолдан келгенше енді болмасаң да ұқсаппақ деп, қолдан келгенше басқа кейіпкерлерге бір-біріне ұқсатуға тырысамын енді. Сол мұрт жыр болды айтпақшы. Жыр болды енді. Мұрт жараспайды анау деген сияқты. Ладно енді бір адам айтты екен деп алып тастамайсың ғой. Ол образ үшін. Енді режиссердің талабы да сол болды, кішкене енді басқаша болса. Мен ол шықпайтын мұртты оны өсіріп, оны өзінше қара театральный грим алған ғой. Еще соны бояп қоясың кішкене. Ол кадрда көрінбейді ғой енді. Өйткені серек қой менің арасы. Демек ортасы жоқ мына жерде. Бізде TikTok тренд деген рубрика бар. Қазір саған бір сұрақтар қоямыз. Сен саған норм немесе стрём? Тек солай жауап беру керексің. Саған норм ба, стрём ба дегенде. Сценарийі ұнамайтын фильмге ақша үшін түсу. Норм, стрём? Норм. Трендте болу үшін хайп жасау. Қай жағынан мысалы, қандай хайп? Фильмге бірге түскен актрисаға ғашық болу. Стрём. Сүйіктіңнің телефонын тексеру. Стрём. Жанкүйерлеріңді жоғалтып алмау үшін отбасылы екеніңді жасыру. Норм ғой енді. Әйелі күйеуінен көп ақша табу. Норм. Ашық сахнаға түсу. Стрём. Неге? Сізде ашық сахналар бар ғой. Қандай? Зал Раузада. Раузада? Ол кезде қызым кішкентай еді. Қазір сіз үшін стрём. Балаша өсіп келатыр қазір. Жақсы, осымен TikTok тренд айдары аяқталды. Көміп тастадық. Әрі қарай кеттік. Әрі қарай кеттік. Дайрект не дейді деген айдар бар бізде. Қазір саған берілетін тапсырма. Инстаграмды ашып, дайректке саған кім соңғы хат жазды? Хат жазды? Иә, соны көрсетуің керек. Көрсетейін. Көрсете аласың ба? Көрсете салайын. Қазір. Асықсыз емессіздер ма деп ше? Жоқ, соңғысын көрсет. Дайректке жазған, иә? Иә, дайректке жазған. Дайректке жазған, так. Қазір. Өшіріп жатыр ма? Жоқ, өшіріп жатқан жоқ. Юра, симай десе. Болды, продан я. Құдайғаса, жаймен ұрып жатыр. Жай ұрып жатыр дейді. Ұра бер бауырым, ұра бер. Тоқтама, полный газ. Оны кім жазды? Дидар деген досым деді. Дидар деген інім ғой жазған. Сол жазды. Жалпы дайректке қыздар... Екі қызбен сөйлесіп жүрген ғой. Десеге. Жалпы Шерхан саған дайректке қыздар көп жаза ма хат? Жазып тұрады. Жауап бересің бе? Онасы жауап берейін деп. Жазғанда қалай енді? Андай реакция жүріп отырады, андай бір привет, можно познакомиться деген ондай жоқ. Болды. Негізі Шерхан. Айжан айырады ғой.
Қазір Шерхан Пірназардың ең сүйікті актрисасын анықтаймыз. Айжан. Жоқ, Айжанмен бір фильмде, бір сериалда ойнаған жоқсың. Ойнадым. Қой? Иә, Тәубе деген фильмде. Күзде шығады бұйырса, әйелімді ойнады. Ендеше жоқ әзіл емес шынымен Жоқ, шынымен айтып отырмын. жақсы шығып қойған фильмдер мен сериалдардағы сен түскен, бірге түскен актрисаны анықтаймыз. Актрисаларды айтамыз, үздігін таңдап аламыз. Таңдап аламыз. Таңдайтын сіз. Мен. Кеттік. ал Диана Тәшімбетова ма әлде Индира Сабирова ма? Индира Сабирова. Индира Сабирова ма әлде Жазира Еркін? Жазира Еркін. Жазира Еркін ба Ұлбосын Шалқар ма? Ұлбосын Шалқарова. Ұлбосын Шалқар ма әлде Алма Сағындық? О, что? Так, екеуі де жақсы мықты ғой. Алма Сағындық. Алма Сағындық па әлде Бақытгүл Серікбаева? Баконай. Кім? Баконай. Енді Бакунай, так, Алма Сағындық. Бакунай, конечно, Бакунай да мықты ғой. Бірақ жаныма жақын Алма бізде. Қойда айтайын. Алма Сағындық па әлде Фариза Ескермес пе? Алмагүл. Я Фариза да мықты, ертең ренж па, анау Андрейге айтып ренж жүрмеш. Алма Сағындық па Құралай Анарбекова ма? Алма Сағындық. Алма, саған жалын сәлем. Сен Шерхан Пірназар үшін ең жақсы актрисаның бірісің. Шерхан, жаңа ғана өзің айттың, келіншегіңмен бірге, яғни Айжанмен бірге бір фильмде бой көрсетесіңдер. Бұйырса. Жалпы, енді кез келген адам қызғанады ғой, өзінің жарын, өзінің жолдасын, иә. Сол Айжан қызғанған уақытта, немесе сен қызғанған уақытта қалай шешесіңдер дәл осы кішігірім проблеманы? Через постель. Енді Айжан өте сабырлы адам ғой, іштей тынады да. Ол көп жарыла бермейді, мен ғой бұл азынай бересіңіз. Сондықтан бір қатты, енді орнымен қызғанады ғой енді. Қызғанған жақсы ғой негізі. Қайта күшкене бір не болады да бір. Қалай таныстыңдар Айжанмен? Сейфуллиннен бойында жүр. Иә, қалай сақтасың? Проектті таныстық. Айжан машинамен келіп, қанша десе машина. Қалжың. Көзайым деген проектті таныстық. Қай жылдары? Не ма? Нұрболат Абдуллин түскен Көзайдың сериалы. Е, 2015-2014 па сол жылы. Оған бір жыл өтіп кетті ғой, Бір жыл өтіп кетті. 10 жылда өтіп кетті. Ол жерде Айжан актриса болып келді? Жоқ, ол кезде, жоқ, ол кастингта жұмыс істейді. Иә, сол жерде таныстық. Сосын мен оқу бітіріп, почему-то Сайран вокзалында мен өзім ана тез шешім қабылдаймын да, кәдімгі әңгіме айтып кеттік, қош мен давай кеткенде кетіп қалып, маңызды көп болады да, сосын балалар көп балалар жаңағы несерьезно ойлайды да. Сондықтан енді кетіп бара жатырмын, оқу бітірдік қой, қолымда диплом. Бұл жақта Алматыда не істейсің енді, квартира ақш табу керек. Сонымен мен қайтамын ауылға дедім да, Қызылордаға. Қайттым, олар балалар сенбейді. Сайранға дейін шығарып салыңдар, мен де автобусқа жаңағы билет алып. Сонымен Шағуан деген досым, группаласым шығарып салды мені. Сөйтіп сол автобустан шықтым, Айжан жүрсе кетті Қызылордаға деп ойлайсың. Бір-екі рет көргенсің. О, не үшін звондадың, не үшін айттың оған, сол әлгіге дейін сол жұмбақ. Может, сондай бір сәт болған шығар деп ойлаймын да бір. Сонымен Қызылордаға кетіп қалдым. Қызылордаға кеткеннен кейін бір ладно, бармаймын, любой адам бармайды ғой енді. Мысалы, ойлайсың. Ана жерде отырған, шығарып салып отырған Шағуанға жүрсе Қызылордаға бармайды ғой мысалы. Еще анау бір-екі рет көргенсің да Айжанды. Мынау қызық қой деді ғой, примерно. Ладно, ойлай берсін деп ше. Сөйтіп Қызылордаға кетіп қалғаннан кейін 2-3 айдан кейін тағы звондаймын, келсек Қызылордаға анау деп. Сонымен мен бармаймын ғой, анау келгеннен кейін Қызылорда 6 ай болып, Алматыға келгеннен кейін қайтып сөйлесіп бастадық. Содан бірден болады ғой бір көңіліңе жақын, осы сенің адамың ау деп бір болады, бір сөйтіп ойлап бірден ұсыныс жасап 5-ші жағы кран, 15 теңге кран жалдап. Дәл солай болды ғой. Дәл солай болды ғой. Еще ойлашы, мен деген жаңағы балалармен отырмын ғой. Балаларға айтып қойғанмын ғой. Мен қазір бір жерге барып келейін деп шығып кеткен ғой. Кран жалдап,
ұсыныс жасап балалар қайтып барған соң мен ұсыныс жасап келдім. Қуасың ба айтпайсың ба дейді. Қайтып айтасың ыңғайсыз ғой. Неге? Сөйтіп ұсыныс жасап келдім. Үйленуге ұсыныс жасадың. Ұсыныс жасадым. Сөйтіп ұсыныс жасап сөйтіп үйленіп кеттік қой. Сол балалар сол жерде бұрын Айжанмен жүрген екен деп ше қайда оған қалай айтасың? Сен бұрын қызыңа мен ұсыныс жасайды болдың. Сол айтпай кетіп қалдың десең. Ойнап айтамын. Ұсыныс жасап сөйтіп аллаға шүкір қазір шекесі торсықта 2 сәби сыйлады, екі балам бар. Енді өзің тұңғышыңды сол мектеп табалдырығына аттатып, сабаққа алып бара жатырсың, иә? Мысалы 1 қыркүйектен бастап. Өзің қандай оқушы болдың? Өзім ба? Камчатка дейді. Партаның ең соңында отырады. Сондай болдым. Кішкене енді шутингта болдық қой енді. Ештеңе шықпайды деген ұстаздар болды ғой. Болды ғой. ОБТ-ға жібермей бармайсың деп, ой мен барам деп. Сөйтіп. ОБТ-ға бардың? Бардым. Қанша бала алдың? 83 бала алдым. Біздің кезімізде 25 бала сұрақ қойды ғой, 25. Орыс тілін алып тастағанда 73 болды. Жоқ, орыс тілін алып тастағанда 73 болды. Орыс тілін таза 10 балл жинаппын, өзімнің деңгейім. Сонымен 73 болып, сонымен мен ойладым Алматыға түсетін шығармын деп. Сонымен түсе алмай қалдым, 1 балл жетпей қалды осы политех металлургия мамандығына. Өйткені Егемен Қазақстан газетке шығады ғой жыл сайын. 10 тамыз күні шығады. Бәрі қарап, соны зерттеп, анализ жасап, сонымен соған түсе алмай қалдым. 1 жыл түсе алмай қалдың. Екінші жылы? Екінші жыл кәсіп неге тағы кешен тест тапсырып, 54 па, 37 па, 34 па бала алдым. Қой мен тапсырып едім деп. Қай жылғысың ше Шерхан? 62 десең. Екінші жыл болды, етіп түсе алмай қалдың. Үшінші жыл? Үшінші жыл жүргенімге тапсырдым ғой сразу. 3 жылдан кейін түстім ғой. Жалпы өнердегі адамдар мысалы міндетті түрде жеке өмірін құрбан етуі мүмкін, иә? Әйтеуір бір нәрсе береді ғой өнерде жүргеннен кейін. Сен өнер үшін нені құрбан еттің? Неден бас тарттың? Неден бас тарттың? Так, мен бір кәсіпкер ағам болды. Біздің енді театрға кіргенде алғаш енді киноға түсіп бастаған кезде онда қатты бір көп ақша таппайсың ғой. Қазір енді театрдың да енді Аллаға шүкір енді сол уақытта да жақсы түгін, қазір де жақсы, бірақ сол уақытта ақшамен қазір өмір сүре алмайсың деген сияқты ғой. Енді сол уақыт театрға кірген сәтте айлығы аз болды. Мысалы, бізде өзі 0,5-тан бастайсың, одан кейін рөлдер ойнайсың, сосын полный штат қалады деген сияқты ғой. Сондықтан бірден полный штат қала қоймайды ғой. Кез келген жерде сондай ғой, мысалы, отработкадан өтесің деген сияқты. Сондықтан 0,5-та жүргенде сол бір ағам, кәсіпкер ағам жүрсе кеттік, бір кәсіп бастайық бірге. Ол кісінің жағдайы да жақсы, қолы да ұзын. Сонымен кәдімгідей қызықтырды. Неше түрлі идеяларын айтып, жоспарларын айтып, былай істейміз, анда да алып барады, мұнда да алып барады. Сол кезде жүргеттік. Бір 20 жылдан кейін бір осы спектакльде мысалы сен қанша жыл ойнайсың дейді, осы спектакль. Енді ғұмыры қанша уақытқа дейін созылады? Может 20 жыл ойнауы мүмкін. Бізде де бар ғой енді 20 жыл мысалы әлі күнге дейін қойылып келе жатқан бір спектакль бар. Мысалы 20 жыл, бір жылдан кейін ол спектакль мысалы ғұмыр аз болып қалуы мүмкін деген сияқты. 20 жыл ойнаймыз, 20 жыл бойы осыны ойнайсың ба дейді. Иә, осыны ойнаймын, мен мамандығым сол ғой енді. Десем, жүрсе кеттік 20 жылда деген қандай болып келесің? 20 жылда қалай жағдайың жасайсың деген сияқты. Сосын айттым енді, ренжіме енді. Айлығы жоқ болса да, аз болса да енді жаным театрды қалайды. Жаным енді шығармашылық жолды қалайды. Жаның киноны қалайды, жаның театрды қалайды, жаның сахнаны қалайды. Сонда сен өнер үшін байлықтан бас тарттың. Может, ол жерде мен кәсіп, может, менікі емес па, может, ол жақта жүргенде мен бір бағым жамбауым мүмкін, бірден кеп бір миллиард ақша табуыңды, таппауыңды ешкім кепілдік бере алмайды ғой. Шерхан, Айжанға қандай күйеу? Әдемі мен Рауанға қандай әке? Енді балаларының балалық шағы күшті өткенін қалай. Күшті эмоциясымен есе қалғанын қалаймын. Бәріміз енді қайтып келмейтінін білеміз ғой балалық шақтың. Қолдан келгенше балалардың балалық шағын күшті өткізуге тырысамын. Тырысып та жүрмін. Енді балалардың жалпы тәрбиесімен енді Айжан да айналыспайды, мен де айналыспаймын, үйде айналысатын анам, азанды тұрғызады, садикке апарады,
кешке садиктен балабақшадан алып қайтады деген сияқты. Айжанға енді конечно енді даже андай сұрақтар да болып қалады екен кейде. Осы Айжан Шерхан сені жақсы көре ма деген сияқты болып қалады ғой енді. Ол қызғаныштан қоюы мүмкін деген сияқты. Айжан өзі бір құрбылар айта ма айтпай ма білмеймін мен, бірақ енді сондай моменттерді бір естіп қалдым да. Сосын айтамын да, Айжан конечно жақсы көресің ғой, жақсы көргеннен кейін барып қосыласың ғой енді. Ол адамның менің махаббатым ол іште, ол мен саған жеткізе алмаймын махаббатымды. Мақұл біреулер ол жаңағы гүл сыйлап, может бір көңіл күйін көтеріп бір жақсы жылы сөздер айтуы мүмкін, бір мысалы да фантазиясына байланысты. Ал менің махаббатым саған ол іште ғой, енді қайт шығарасың оны. Жоқ, бірақ бар шығар енді жеткізу бір жолдары. Мен жеткізбеймін, брат. Ол іште көңілін аулайсың ғой енді. Әйел адам болғаннан кейін ол енді көңілдері жалпы непонятно ғой енді. Біресе көл, біресе шөл, эмоцияның адамы, сезімге сразу ерік береді. Сондықтан қолдан келгенше енді көңілін аулауға тырысасың. Бір алдап қойып без, шын ниетіңмен аласың деген сияқты ғой. Сондықтан ол мен махаббатым бұл енді, конечно, қазір Айжан ғой, балалардың анасы. Сондықтан жақсы көріп қосылғаннан кейін жақсы көрем. Ол махаббатым, ол іштегі махаббатты мен оны сыртқа шығарамаймын. Ол сырт біреуге мен өз махаббатымды көрсетпеген, ол маған бір немес, мен дәлелдеу, мен міндетті емеспін біреуге. Біздің махаббат осындай деді. Яғни махаббатты саған білдіру тән емес, иә? Жоқ, зачем оны? Инстаграмға, конечно, саласың енді, эмоцияңды білдіріп, жаңағы суреттеріңді, видеоларыңды саласың, ал біреу үшін мен махаббатым мынадай деп мен дәлелдемеймін. Ол өзіміздің екеуіңнің араңдағы арамыздағы махаббат болды. Мысалы, сондай ғой енді. Шерхан, бізде ашық микрофон деген Айдар бар. Яғни бұл кездесудің соңынан таяп қалдық деген сөз. Ашық микрофонда сізге елестетейікші, сізге микрофон береміз. Сіз кез келген адамға камераға қарап тұрып, кез келген дүниені айта аласыз. Кімге не айтасыз? Кімге не айтасыз? 1, 2, 3, 4, 5 есіл тұр ма? Бірнеше адамды айтуға болады ғой, Иә. Өзімде ме? Есімдерін атасаң да болады. Өзімнің анама үлкен рахмет айтамын. Алғысым шексіз. Мені қалай айтсам болады, ешкімге жалтақтықтай өсірді, бақты, қақты, осындай дәрежеге жеткізді. Одан кейін отбасыма, жан-жарыма, Айжанға рахмет айтамын. 2 ұл сыйла, Алла қаласа 2 ұл болады екен, аубей. Бір ұл, бір қыз сыйлағанына мыңда бір рахмет. Осылар мен үшін қымбат адамдар. Одан кейін өзімнің балалық шағыма рахмет айтамын. Балалық шағым өте керемет. Өзінің сол сәттегі ыстық эмоциясымен есте қалды деп ойлаймын. Балалық шағым бұл бөлек әлем. Ол жақта айтылатын әңгімелер де бар, ол жақта айтылмайтын әңгімелер де бар. Бірақ десек те менің ұлымның балалық шағы тура менікінде өтсе екен деп ойлаймын негізі. Сондықтан балалық шағыма үлкен рахмет айтамын. Жақсы, Шерхан, келгеніңе көп рахмет, шығармашылық табыс тілейміз. Аумин. Бұл кездесу YouTube арнасы, жазылып пікір қалдырып, қарап, таратып жүріңіздер. кездесуде кездескенше.